Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен паста дайындаудың оңай бір түрімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар жуа, қызанақ, оливка және макарон. Табамызға зәйтүн майын құямыз. Сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Жуаны жақсылап қуырамыз. Содан соң оливкаларымызды саламыз. Тағы 1-2 минут қуырамыз. Қызанақтарымызды саламыз. Тұз саламыз және кептірілген аскөктер саламыз. Бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Макаронымызды дайындаймыз. Қайнап тұрған суға макаронды саламыз. Макаронды шамамен 7 минуттай қайнатамыз. Жартылай дайын болған макаронды оливкаларымыздың үстіне салып, жақсылап қуырамыз. Бетін жауып, тағы да 5-7 минут пісіреміз. Біздің макарондар дайын болды. Бетін аскөкпен және ірімшікпен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.